міне мынау шөп өсімдік. Осыны білетіндер бар ма? Атын ұмытып тұрмын. Тағы осыған ұқсас бір түрі бар. Осындай арықтың бойларында, ана сулы жерлерде өседі. Міне мынандай. Ана белсебеттің майын аты қандай еді? Солидол ма, саридол ма? Баяғыда біздің аяғымызға, мен аяғыма андай ана жеріне ірің шыққан, жаңағы сыздауық деймін оны. Ой ауыртатын. Соны мынаны алдық. Осы өсімдікті аласын. Осының үстіне солидол майын жағасын. Сөйтесіне ана мына аяқтың жаңа мынаған таңып байлап қоясың. Сөйтесіне бір 2-3 күн жүрсең кетіп қалатын сол ше. Осы шөптің атын біле алмай тұрмын. Интернеттен іздесеңіздер шығады. Жаңағы солидол майымен қосып істейтін ютубтан да бар шығар. Бұл жаңағы сол сыздауық жағдайында ең. Баяғыда сыздауық деген нәрсе көп шығатын, білмеймін, қазір ол көп шықпады. Мына шөппен шатастырмаңыздар, мынау дәу болады, бірақ мына кішкентай атын еді. Осыған жаңағы басқа шөптер емес, именно осы шөп. Себебі бұл біраз өскеннен кейін сәл қалыңдай бастайды, білсеңіздер.